Бір жұтым қымыз. Шыбын жаны шырқырап, сырқаты тәнді сыздатқан сайын, Бибісара әжей жарық дүниеден күдер бастаған. Қылдай өңештен қылтанақтай ас өтпейді. Еріне кеберсіп, таңдайы қаңсып, тек бір жұтым сұйықты ғана аңсайтта тұрады. Жұтынған кезде сілекейі қоюланып, көмей тұсында кілкіп қалатында кезі көп. Дәл осындай кезде алдамшы сәуле мен қылаңатып тұрған шайтан үміттен әбден жерінеді. Қазірде міне шөл қысып әкетіп барады. Шыт-шыт боп тілініп кеткен еріндері бір-біріне әзер тиіп, «Ай-бүбі» деп қинала дауыс шығарды. Ай-бүбі жалғыз ұлдан көрген жалқы немересі еді. Ұлы Бекмирас ерте кетеді, кеш келеді, күні бойы жұмыста. Ерте келген келіннен қайыр жоқ. Осындайда шықпай жатқан шыбын жанынан налайтты. Бөлмесіне секіре басып, Ай-бүбі кірді. «Мені шақырдыңыз ба, апа?» Қаршадай қыз апасының аңсарын айтқызбай-ақ сезіп, сүт шалаптаған ақ су ала кірген екен. Кемпір орташыны сусынды басына бірақ көтерді де, сұлық отырып қалды. Маңдайынан шып-шып тер шықты. «Жасаған-ай, кімнің қарғысына қалды екенмін?» Жаңағыдай емес, бойы аздап жеңілдеп қалғандай болды. Ай-бүбі оның тыртиған арық кеудесін көрпесімен қымтап, маңдайының терін сүртті. Сонсоң жаңары жаудырап, әжесіне аяушылықпен қарап, мұңайып отыра беріп еді, шешесінің «Ай-бүбі» деген ызғарлы дауысы орнынан еріксіз жұлып алды. «Тастай батып, судай сіңіп, қайда кеттің? Сен де өлмелі кемпірмен бірге өлейін деп отырмысың?» Төргі бөлмеден шәңкілдей шыққан бұл сөз бір аяғы жерде, бір аяғы көрде жатқан шүйкедей кемпірді қасқа маңдайдан қақ салып өткендей болды да, артынша қыстығып жылап жіберді. «Апырым-ай, ит өлім-ай, жанымды қинамай ала салсаңшы» деп шын пейілмен жалына, жалбарына күбірледі. Келініне деген өкпесі қара қазандай болып Тәңірге жалбарынды. Сосын бір мезет қалаға келгеніне өкінді. Жас жылаған көзін ашып ет, қабырғада ілулі тұрған шалының суретін көрді. Қабағы қатыңғы, бетін бері бұрмастан көзінің қиығымен немқұрайлы ғана қарап тұрғандай. Бекмирасы елге барып қалаға көшіріп әкететін күні марқұм шалы түсіне кіріп, «Өз отыңды өшіріп қайда барасың? Басқаның алтындағы өз ошағыңдай бола ма?» деп тым қажи сөйлеген әлі есінде. Бұл жолы да солай деп кінәлап тұрғандай болды. «Бейшара кемпір мұнды қайбір жырғағаннан келді дейсің. Шал өткен соң бір үйде 8 жыл бойы жалғыз отырды. Онда да күндіз түні жалғыз ұлдың тілеуін тілеп, соны дәтке қуат қып, қара шаңырақта күзетіп қала берген. Ел іші алтын бесік емес пе, ауылдың қара сирақтары бияна деп құрақ ұшып, бірі отынын әкеп, бірі суын тасып дегенде жалғызсыратпап еді. Амал не? Бекмирасы түйе боталағандай ауылға келген сайын қалаға көштеп, қолға салуын қоймады. Бірақ бұл әуелде кір жуып, кіндік кескен жерін қиып кете алмады. Және ауылдың сыртында бір уыс топырақ боп жатқан шалының аруағынан да аттап өткісі келмеген. Жаман айтпай жақсы жоқ, егер қара жер тартып, көз жұмғандай күн туса, сол қара шалының қасына томпая кетіпді ойлағаны рас. Сөйтіп үкімет берген пенсиясымен шал екеуінің тірнектеп жинаған азғантай дәулетін талғажау етіп отыра беретін еді. Қырып кеткір осы қу кесел аяқ асты жабысты да, күн өткен сайын қаңқыл-саңқылы көбейе бастады. Ұлы көшіруге барған жолы «Ойпырмай апа, неғып жүдеп кеткенсіз» деп шошына сөйлегені бар. Ақыр міне жазмыштан озмыш жоқ деген осы болды. Кемпір бір сәт қарсы алдындағы қабырғада ілулі тұрған келіні Марияның суретіне көзі боталай қарады. Қандай әдемі! Толқынды қара шашы, кең маңдайын жиектей төгіліп, жұп-жұмыр мойынды қытықтай төмен құлапты. Ұшы сәл сүйірлеу, қыр мұрынның астынан қаймыжықтай жұқа еріндері шалқасынан туған жаңайдай қиылып тұр. Бәрі де көзге сүйкімді ақ. Тек анау құйрығы қиыла біткен сілеусін көздерінен ғана бір белгісіз салқындық байқалатын секілді. Неге екенін белгісіз, кемпірдің кәрі жүрегі кенет дір ете қалғандай болды. Сосын көзін жұмған күйі тағы да өткен күндерін еске алды.
Ол кезде осы келіні мен ұлы екеуі де жалаң аяқ студент болатын. Ішер ас, киер киімге қазіргідей молшылық қайдан болсын. Шалы екеуі жылдар бойы тірнектеп жинаған 10 шақты домалақты келіннің қолына салғанда: «Құдай-ау, өз қажеттеріңізге жаратсаңыздаршы, бұны біз қайтпекпіз» деп тартылғанда, бұл: «Ал қарағым ал, бұл сендердің несібелерің ғой» деген. «Дүние жинағанша білім жина» деген сөз бар апа. Екеуміз ел қатарлы жүріп жатырмыз деген сонда тағы. Бұған шалы екеуі қатты қуанып, іштей шүкіршілік еткен. Кейін осыдан 3 жыл бұрын қалаға келгенде киім кешегінің арасына ораған және бір дорба ақшаны шығарып келіннің алақанына салғанда, ол сәл иіліп келіп, бұның бетінен шөп-шөп сүйіп: «Апау, бұншама дүниені мен қайтем, бірақ мирас жаяу салпақтап жүрет, жарайт, аяқ артар бірдеме алар» деп емен жарқын ашыла күліп еді. Оның бұл күлкісі кемпірдің бүкіл жүйесіне қан жүгірткендей болған. Енді ойлап отырса, сол келіннің сондай әдемі күлкісін бұл жазған небәрі 2-ақ рет көрген екен. 2 ретінде де тек ақшамен ғана күлдірген екен. Әлбетте, адамның бүкіл мінезі көзінде тұрама қалай. Баяғыда осы келіні алғаш табалдырығын аттап кіріп келгенде, қарашығы жалт-жұлт еткен сәл шегірлеу көз өңменінен өткендей, бұның жүрегін дір еткізіп еді. Иә, сонда оған тұра ұмтылғанда кенет қалт тұрып қалған. Неге өйткенін өзі де түсінбейді. Әйтеуір алдында адам емес, аждаһа тұрғандай тұла бойы қарадай қалтырап кеткені бар. Ұлы мен келіні тойын өткізіп қалаға қайтқаннан кейін осы жайды шалына айтып еді. «Саған да қайдағы көрінеді екен? Кім болсын мейлі, алдымен жалғызыңа жан серік болса бопты да» деп теріс айналып кеткенді. Содан бері келінімен ашық жарқын бір әңгімелесіп көрмепті. Қанша елжіреп сөзге тартайын десе де, орталарында әлде бір бөгіт тұрғандай бола береді. Жаратылысында бұл адамдармен тез тіл табысып, шүйіркелесіп кетуші еді. Осы бір жанға келгенде көңіл шіркін тұтқырланып, түртпекке көнбей-ақ қойды ғой. Келінімін де болды, көңілдегісін жайып салмайды. Әйтеуір суық қабақ танытып, томаға түйіқ жүре береді. Жаратқанның бұған берген мінезі солма дейін десең, басқалармен ол жағына тимей, сүйрен қағып сөйлесіп жатады. Ал бұған басқа уақыт бұлай тұрсын сырқаттанғаннан бері апа деп бір ретте басын сүйеп көрген жоқ. Әжей тағы шөлдей бастады. Біреуді шақырмаққа оқталып еді, дауысы шықпады. Таңдай қаңсып, тамағы құрғап қалыпты. «Әттең», деді іштей. «Бір жұтым бірдеме болса ғой». Әлденені аңқасы кеуіп аңсайды. Бірақ дәл не екенін өзі де білмейді. Егер табылса сол ғана бұның қаталаған шөлін басатын секілді. Өстіп жатқан кезде сырттан бөтенде болса біреу кіріп келсе екен деп тілейді. Мария мен қызметтес бір әдемі келіншек бұрын жиі келіп, мұның жайын біліп тұрушы еді. «Жуықта, Мария, екеуміздің қайсымыз осы үйдің қатын екенімізді білуден қалдым» дегеннен кейін ол да бұл үйдің есігін ашқанды қойған. Әжей кенет басын көтеріп тұрып кетпекші болды. Бірақ ондай күш қайда? Ат арса тулақ, адам арса аруақ. Бұл да қазір сүйегі саудыраған аруақ болды емес пе? Не керек? Бар кесел осы қалаға келген соң жабысты ғой. Жалғыз ұлдың жайын ойлайым деп ақыры мұндай күйге тап боларын кім білген? Енді міне елден қалай кетті, солай өресі қысқарып, өрісі тарылып, торға түскен торғайдай болып жатқан сияқты мынау. Байлық, береке, ырыс ел ішінде үйреніскен, қатынасқан, еңбек еткен ортаңда екен ғой. Қазір егер шаңырағында қалқайып отырса, бірге өсіп біте қайнасқан ауылдастары мен туған туысқандары күн құрғатпай келіп, көңілін сұрап тұрмас бет. Япырай, көңіл сұрау дегенде адамға үлкен қуат екен ғой. Өткенде 1-2 рет келіннің әке шешесі келіп, «Құдағи, жағдайыңыз қалай?» деп жанында бірер сағат отырып кеткенде, байғұс кемпір қандай қуанды десеңізші. Амал жоқ, содан кейін кісі бетін көрген емес, кісі бетін көрер еді-ау, тек бәрі де біреудің төбесін көрсе, төбе шашы тік тұратын тік бақай келіннің кесірі де. Көктемде елден келген ауылдастары бірінен соң бірі кеп, жұма бойы үйден қонақ үзілмеп еді. Бір күні келіні Бекмирасқа: «Біз осы қашан ел сияқты өмір сүреміз?
Қашан мына көнетікті қалың тобырдан құтыламыз? Бір шыны шайды еркін отырып ішетін күн бола ма жоқ па? Деп зіркілдеп жатқан бұл ауызғы бөлмеден апанық естіген. Өлмелі кемпір не десін? Көзінен жасы ыршып кеткен. Бәрінен жанына батқаны, ұлы сонда мыңқ-мыңқ етіп бір ауыз сөз айта алсашы. Осы жалғыз кішкентай кезінде мынандай емес сияқты еді, тым өзгеріп кеткен. Ол қиыла сұранып қалаға кетейік дегенде бұл, қарағым-ау, мектебіңді бітірдің. Енді елге келіп ал, мұнда да екі қолға бір жұмыс табылар деді. Ұлы мырс етіп миығынан күлді де, мұнда келсек, өспей қаламыз ғой апа деді. Кемпірдің жүрегі шым етті. Ойпырмай, бұл өзі не болып кеткен деді іштей шошына. Мұндағы азаматтар өспегеннен өліп қалған жоқ қой. Өзіңдей балалар да елге себін тигізіп, жұрт қатарлы өмір сүріп жатыр. Бұлардан артылып қайда барасың қарашығым деп тек қиналып. Жоқ апа, мұндағы жігіттер бір ауылдың қамын ойласа, біз бір елдің жайын ойлайтын болуымыз керек деп, ол ойлана өзін соншама асқақ ұстай сөйледі. Кемпірдің көзі шарасынан шыға, иманын үйірген адамдай күбірлеп, астамшылық ай деді. Жалғызы мүлде бөтен біреудей көрінді. Дегенмен бұл ұлын жамандыққа қиғысы келмеген. Жан жүйесін жайлаған астамшылық атты аурудан жалғызын арашалап алып қалудың жолын таппай, жүрегі шырқырап тұр. Құлыным-ау, деді теріс айнала бере көз жасын әліп тастап. Отан, отбасынан басталады емес пе? Ек деген астамшылығың не бұл? Апа, сіз қызықсыз. Үлкен постыға көтерілу үшін үлкен жүрек керек. Мен өз күшіме сенбесем, бұлай демес едім, деп ол есе бермеді. Уа балам, тек адал жолмен жүрсең болды да, деді әжей күрсініп. Адал болсаң адамдар саған қорған болар. Өмірде арамдық, қара құйрықтық, қулық сұмдық еткен адамның ісі оңып көрген жоқ. Сонда ол арқасына ер батқан аттай белі былқ ете түсті де, жанарында әлде бір жасанды жалын ойнап. Көлеңкесіз кісі көргем жоқ. Әділ болған әкем бір ауылдан асты ма деген беті бүлк етпей. Бұл үйдің есігін ашатындар әлгі бір жоғарғы жұмыстағы 3 азамат. Арақ ішіп бірін-бірі қолпаштап, көлгірсей мақтайдай теп, соң арқаларынан қағысып қарқ-қарқ күліп шығып кетеді. Соның күшімекен Бекмирас қарапайым инженерліктен бастыққа, одан жылы төбере әлгі бір баста органның бастығына көтеріліпті. Бір жолы жолдастар ойнап күліп кеткеннен кейін Бекмирас министрліктің төбесі жақын қалды деп даусын шығара өз-өзіне көбірледі. Сонда бұл ұлының ішкі ойын ұққанды. Бибісара әжей өмірдің қараң-құраң қалтарысын ойлай-ойлай күнді батырған. Қоржын бөлмеде Бекмирастың дауысы шықты. Әжей дереу құлағын түрді. Мария, сен бері қара. Менің әкім өмір бойы бастық деген айдар таққанымен бірлестіктің орынбасарынан өрліп көрген жоқ. Сенің әкең 30 жыл дәрігерлік қызмет атқарғанда сектор меңгерушісінен араяқ басты ма? Ал енді Бекмирасыңа бір қарап қой. Бүгіннен бастап сен енді жаман мәстектей Москвичте емес, есікпен төрдей Волгада шақақтайсың деген сөз естілді. Мирасжан, құттықтауға жолдастарын кеп қалса ұят болар. Екеуміз әуелі дүкенге жүгірейік деді келіні сасқалақтап. Соң сөзінің арасында апаң қымызай деп сандырақтап жатты бағана. Япырай, қымыз аңсап жатыр дейсің бе? Жақын маңайға жүріп кетсе табылар мекен деді ұлы. Қымыз? Не деген әдемі нәрсе. Бибісара әжейдің таңлай онан әрмен кеберсіп тұтқырланды. Құлағы шуылдап, көзінің алды тұманданып кетті. Сол тұманның арасынан үлкен мейіз сабаты асып төгіле жаздап тұрған қымыз ғана көрінеді. Оның мұрын жарар иісі бөлме ішінде аңқып кеткендей ме қалай? Дәл осы кезде қоржын бөлмедегі Марияның бұл ненің иісі? Несептің иісі ме деген дауысын естіп жатты. Жер жабырлап жүретін уақыты біткенін кемпір сезді. Демі жиілеп, жаны шықпай шырқырап тұрды. Тілініп көгеріп кеткен ерні шөл басар бірдеме ішуді ойлады. Жанындағы жатаған үстелге етінен айырылған хәлсіз қолын созып көріп еді, еш нәрсе ілінбеді. Жүрегінің соғысы жиілеп, дем ала алмай екі танауының етегі қусырылып кетсе де есінен айырылған жоқ. Өз қуаныштары өздерінде болып жатқан әке шешесінен сытылып,
әжесі жатқан бөлменің есігін ақырын ашып кіріп келген Айбүбі шошып кетті. Әжесінің көзіне немере қызы ұзақтан бұлдырлана көрінді. Ол қолын көтермекші болып еді, шыдамады. Тілініп кеткен еріндері зорға бір-біріне жанаса, бір жұтым қымыз дегенде жағы бос қалып, көзінің қарасы жоғалып кетті. Кішкентай Айбүбі әжесінің көз жұмғанын білген жоқ. Оның адам шошырлық түріне қарап баж етті. «Бір жұтым қымыз, әжеме бір жұтым қымыз берші көке!» деп еңіреп жіберді. Оның дауысын естіп сасқалақтап келіні мен ұлы келді. Бибісара әжейдің бетіндегі әжім мен шөлдеп тілініп кеткен ерінде аңсары ауып, мәңгі бақи шөлі қанбай кеткен белгі тұр. Қаржаубай Сартқожаұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.